Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Бүгін осындай қазақтың ұлттық тағамы наурыз көженің жасалу жолын сіздерге көрсететін боламын. Дәмі өте керемет болып шығады. Біздің қазақтан бұрыннан келе жатқан осындай ерекше тағамымыз, айран қосылып, осындай ет қосылып, жеті түрлі дәннен қосылып жасалатын наурыз көжеміздің жасалу жолын сіздерге ұсынатын боламын. Мінекей, осылайынан дәмі өте керемет болып шығады. Ең алдымен мен қазанымызға осындай етімізді, қазымызды, кішкене құйрық майымызды осылайынан суға құйып қайнататын боламыз. Мінекей, осындай 6 түрлі дәнді пайдаландым мен: ақ жүгері, сары жүгері, осындай горохымызды, фасолімізді бөлек ыдысқа 1 сағат бірінші қайнатып аламыз. Міне етіміз қайнап жатыр. Етіміздің бетіндегі көбіктерімізді алып 2,5 сағат осылайынан етімізді қайнатып пісіріп алатын боламыз. Мінекей, бөлек ыдысқа 1 сағаттан кейін мен бидайымызды салатын боламыз. Бидай ерте пісіп кетеді, сол себепті 1 сағаттан кейін саламыз. Артынан 20 минут өткеннен кейін соңында күрішімізді салатын боламыз. Еттерімізді осылайынан майдалап турап аламыз. Енді осыны көжеге қосамыз. Мен 1 литр айранды пайдаландым. Осылайынан 1 литр айранымызды қосып, көжемізді дайын болды. Мінекей, дәмінде енді сөз жоқ. Осындай етімізбен, қазымызбен балаларыңызға, үй ішіңізге, қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Дәмінде сөз жоқ қой, біздің ұлттық тағамымыздың керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.